Ипотекалық несие алу мүмкіндігінің шектелуі және аталған несие талаптарының қатаңдануы қазақстандық жылжымайтын мүлік нарығындағы бағаның арзандауына себеп болуы мүмкін. Мұндай болжамды Homester's сарапшылары жасап отыр. Қазақстандық банктер ипотекалық несиелендіру көлемін қысқартып, үй сатып алуға арналған несие бағдарламаларының талаптарын күшейтіп жатыр. Қазақстанның ұлттық банк мәліметтеріне және отандық банктердің есептеріне сәйкес, аталған сегменттегі 10 көшбасшы банктің ипотекалық несие қоржыны 2015 жылы бар болғаны 11%-ға өскен. 2014 жылы аталған көрсеткіш 26%-ды құраған еді. Ал қайталама тұрғын үй нарығындағы бағалар ипотекалық несие толық тоқтаған жағдайда мүлдем төмендеп кетуі мүмкін. Себебі нарықтың бұл сегментінде үй сатып алуды қаржыландырудың ипотекадан басқа балама схемасы жоқ. Рейтинг-кз агенттігінің есебі бойынша 2014 жылдың 3 тоқсанында банктердің ипотекалық қоржыны өсімін тоқтатқан, ал 2016 жылдың 1 тоқсанында үй сатып алуға арналған несие көлемі 5 жыл ішіндегі ең төменгі деңгейге түскен.